Сәлеметсіздер балалар, мына дифференциалдық теңдеулерді, интегралдық теңдеулерді, қолданбалы есептерде, практикалық есептерде қолдану тарауын ары қарай жалғастырамыз. Мына жерде алдарыңызда екі есеп тұр. Осы екі есепті сіздермен бірігіп қазір шығарсақ. Көлдеген балық санының өсу жылдамдығы, яғни n-нің өсу жылдамдығы деген сөзден n штрих беріп тұр бізде туындысы. Осымен берілген 2000 жылы қаңтар айынан басталады дейді. Берілген теңдеудің шешімі мынау екенін көрсетіңдер дейді. Енді біріншіден біз мынаны екі әдісі бар. Бірінші мынаның туындысын тауып, мынаған тең екенін көрсетуге болады. Яғни мына dn dt осыған тең болатын екенін көрсетуге болады. Екіншіден мынаны өзін шығаруға да болады. Давайте біз шығарып көрейік. Енді айнымалылар ажыратылатын дифференциалдық теңдеу dn тұр, мынаның өзі тұр. n барлардың нөмірін сол жаққа жібереміз. Бөлінген 5 минус n тең kt минус 1 тұр, бөлінген t-сы тұр, dt-сы мына жаққа қалды. Екі жағын интегралдап жүрем. Біріншісінің интегралы ln 5000, енді жерде модуль болды, минус n. Мына n-нің алдында таңба минус болғаннан кейін балалар бөлем минус 1-ге немесе минус исіға. Тең. Енді мына kt-ны жеке-жеке табу үшін kt-ны t-ға бөлдім k, ал k-ның интегралы ол kt. 1-ді t-ға бөлдім, ол 1 бөлінген t, яғни минус интеграл 1 бөлінген t, негізі 1 бөлінген t-ның интегралы алған t. Плюс c деуге болады. Мен мына жаққа келе жатырмыз. Енді n ғана қалған, бұл жерде 5000 жоқ көрдіңіздер, мына ln-нен құтылу керек, значит бөл минусқа бөліп жүрем. 2 минусқа бөліп жүрсем не болады? ln 5000 минус n тең ln t минус kt. Енді мына c деген бір сан айтыр, плюс c деп тұра берсін. ln-нен құтылу үшін и негізге келтіріп жүрсем былай. Емен ln жойылды, не қалды біріншіден? 5000 минус n қалды, тең e-нің ln t дәрежесі, былай шыққанда e-нің ln t дәрежесі, бөлінген e-нің kt дәрежесі, көбейтілген e-нің c дәрежесіне. Дәреже a-ның x плюс y дәрежесі сияқты, a-ның x дәрежесі, көбейтілген a-ның y дәрежесіне минус болсын бөлу деген. Сол формуламен қолдандық. Мен жерде e-мен ln жойылды. t, e-нің c дәрежесі қандай да бір сан, бөлінген e-нің бір kt дәрежесі. Енді есепте көп тұрмын, e деген үстінде шығарып жүрген. Бұл енді біз t көбейтілген c бір e-нің минус kt дәрежесі. Сонда қараңыздар не? 5000 минус n тең c көбейтілген t көбейтілген e-нің минус kt дәрежесі. Мен нәуірге келе жатырмыз, көрдіңіздер ма? Енді минус n дейді, енді мұн жаққа апарайық, мынаны бері қарай керек. Мынаны керісінше бері қарай, ал енді мұн жаққа апарсақ, сонда n тең 5000 минус c көбейтілген t көбейтілген e-нің минус kt дәрежесі. Енді мынаған келді, только c-нің орнында біздің есепте a тұр. Енді ол да бір сандар ғой тұр. Сонымен 5 балымызды алдық. 5 балымызды алдық па? Неше болды? 5 балдық. Көрсетіндірді, мынаны бітірдік. 2001 жылы қаңтар айында балықтар саны 1200 дейді. 2002 жылы қаңтар айында 1800 болды. Енді мынау 2000 жылы басталды, 2001 жылы, яғни 1 жыл өткеннен кейін ғой. 1 жыл өткеннен кейін, былай шыққанда n 1 жыл өткеннен кейін саны 1200 болды. n 2 жыл өткеннен кейін саны 1800 болды. Ал бастапқыда ең басында қаншасы не болды екен балық? Енді бастапқыда деген сөз ол нулевой ғой. n нулевой. n нулевой, мен нөмірден көп, c-нің орнына 0-ді қойсақ, ең басында 5000 балық болған. 5000, одан азайып келе жатыр. Бірінші жылы 1200 болды, одан 1800 болды. Тұрақты санның дәл мәнін табыңдар, және k-ның мәнін табыңдар. Мына жерден қойып табуға болады. T-ның орнына 0-ді қойса, мына жерден расында басында 5000 балық болған екен, қаңтар айынан басталған.
Мына жерге 1-ді қояйық, n-нің орнына. 1200 тең 5000 минус c t-нің орнына 1-ді қойып отырмын. 1 e-нің минус k дәрежесі. Сосын екінші 1800 тең 5000 минус t-нің орнына 2-ні қояйық. 2c e-нің минус 2k дәрежесі. Осы жерден енді теңдеуді шығаруымыз керек біз. Енді мен ойымша мына жерде мына жерден e-нің минус k дәрежесін тауып алып, біріншісінде не болады екен? c e-нің минус k дәрежесі бұл тең болады. Мына жаққа барды 5000-нен 1200-ді алып тастасам 3800. Так. И мына жерден c e-нің минус 2k дәрежесін есептесек, ол мына жаққа келді, мына жаққа 1800-ді алып тастасам, ондасам 4000, 3200 и 12-ге бөлем 1600. Осылай. Енді екінші теңдеуді бірінші теңдеуге бөліп жүрсем не алады екен? С мен С қысқарады. E-нің минус 2k дәрежесі, ішінде E-нің минус 2k дәрежесі, бөлінген E-нің минус k дәрежесі, бұдан E-нің минус k дәрежесі ғана қалды. Бөліп жүрсем. Значит, E-нің минус k дәрежесі тең 16 бөлінген 38. Енді занятпын қазір. 2-ге қысқартсам 8, мұн жақта 19. Енді калькулятормен есептейміз, алға ln жылға берейік. Мұн жаққа да ln жылғаймыз. Сол кезде минус k тең ln 8 бөлінген 19. Бұл жерден енді калькуляторды аламыз да 8 бөлінген 19-ның ln-ін есептейміз. Так. 8 бөлі 9-ның ln-і минус 118 болып тұр. Шамамен мынау минус 0,118 болып тұр. Енді k-мыз сонда екі жағын кететін болсақ, k-мыз 0,118. Таптық k-ны. Енді мына жерге c-ны табу үшін енді c тең 3800 бөлінген e-нің минус k дәрежесі. Минус 0,118. Осыны бөлеміз. Немесе 3800 көбейтілген e-нің 0,118. E-нің 0,118 дәрежесін тауып аламыз да қазір көбейтеміз. Так. E-нің 0,18 дәрежесі. Осыны көбейтемін. 3800-ге. Енді мен калькуляторым 42076-ны көрсетіп отыр шамамен. С тең 42076 деп тұр. Болды не? А-ны таптық, К-ны таптық. 5 жылдан кейінгі көлдегі балықтар санын анықтаңдар дейді. Енді А мен С беріліп тұр. Бізде сонда теңдеуіміз былай тұрған. N тең 5000 минус С дегеніміз мынау 4276 көбейтілген Т E-нің минус 0,118 Т. 5 жылдан кейін болатын болса, 5 тең 5000 алынған 4200 көбейтілген 5 көбейтілген E-нің минус 0,118 көбейту 5. Енді қазір калькулятормен есептейік. Так. E-нің дәрежесінде 0,118 көбейту 5. Осының маңызы 4276.
11.850 шықты. Негізі мына жерде бір арифметикалық қате жібердім екен. Негізі балықтың саны енді 5 жылдан кейін азай кетпеу керек қой. Мына жерде мүмкін есептің бірінен кетті ме екен. 2001 жылы 1200, одан 1800. Бірақ басында балықтың саны 5000 т нөлі болса мына жер нөл болып кету керек те 5000 деген. Осы жерлерден бір қате бар ма екен? Енді бұны қарастырған жалпы балалар түсіндіңдер. Осы типпен есептер шығарылады. Егер мен қатемді тауып жатсаңдар, тіпті жақсы болушы еді. Комментарийге маған жазып қойыңдар. Бірақ өздеріңе көріңдер, балықтың саны теріс сан болып кетті бізде. Мүмкін бұл жерден қате жіберіп алдық екен деп тұрмын. Мүмкін мына жерде сондайлар бар енді. Сирек кесетін примола көлі уақытқа тәуелділігіне график берілген. Зерттеу басында примола саны анықтаңдар дейді. Зерттеу басында, енді зерттеу басы дегеніміз т нөл болғанда деген сөз ғой. Соны главный болу керек. П от 0 дегеніміз. Болды. 800. Е-нің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. 1 плюс 3. Е-нің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. 800 бөлінген 4 деген 200 болды. Біріншінің жауабы 200. 2 болды. П 250 болғандағы дәл уақыт анықтаймыз. Енді 250-ге теңестіре саламыз екінші. 250 тең 800 көбейтілген е-нің 0,1 т бөлінген 1 плюс 3 е-нің 0,1 т. Мына 0 мен мына 0 тастайын. 80 мен 25-ті 5-ге қысқартып жіберуге болады. Мына жерде 16 болады, мына жерде 5 болады. Сосын анаған көбейтейін. 5 плюс 15 е-нің 0,1 т тең 16 е-нің 0,1 т. Мына жаққа барады. Е-нің 0,1 т дәрежесі қалады. Мына жақта тең 5. Енді ln қалдырып жүрмін. Мына жақта да ln, мына жақта болсам ln номинал жойылады. Сонда ln 5 тең 0,1 т. Тыны тапсам, ln 5-ті мен қазір 0,1-ге бөлемін. Қайтадан калькуляторды аламыз да ln 5-ті бөлдім 0,1-ге. 16, 0,9 шығып тұр. Немесе 16,1 шамамен. Дәл уақыт анықталды еді. Дәл уақытты бізге нетудің қажет жоқ екен болар. Дәл уақыт деп тұр, яғни калькулятормен керек жоқ. Жауапты мына түрінде береді. А, ln бар. Яғни немесе 10-нан 1-ді бөлісетін болсам, 10-нан 1-ді жалғастыру бар. Тең. 10-нан 1-ге бөлсем 10-ға шықты. 10 ln 5. Міне, А ln б түрінде берді. Т тең 10 болғандағы туындының мәнін алдымен туындысын тауып алайық мынаны. П'. Енді туындыны табу үшін U бөлінген В, оның туындысы тең U'(V минус V'(U бөлінген V квадрат деген формуланы қолданамыз қазір. Тең 1 плюс 3 е-нің 0,1 т дәрежесінің общий квадраты. Не, V квадрат. U'(V мынаның туындысы ол 800 тұра береді. 0,1 көбейтілген е-нің 0,1 т. U' көбейтілген мынау 1 плюс 3 е-нің 0,1 т дәрежесі. U'(V минус, енді бірінші тұрады 800 е-нің 0,1 т дәрежесі. Көбейтілген екінші туындысы, бірдің туындысы 0, екінші туындысы 0. 3 коэффициент көбейтілген 0,1 көбейтілген е-нің 0,1 т дәрежесі. Осыларды ашайық. Ашатын болсақ, енді 880 қалады. 80 е-нің 0,1 т дәрежесі. 80. 80-дан көбейтсем плюс 800-240 е-нің 0,2 т дәрежесі болады. Минус 800, мына жерде 800-ді 1 тапсам, 1 тапсам, 3,840 минус 240 е-нің 0,2 т дәрежесі. Мына екеуі қысқарып кетеді, жақсы болды. 1 плюс 3 е-нің 0,1 т дәрежесінің квадраты. Болды не? Сөйтіп P' тең болды не? 80 е-нің 0,1 т дәрежесі бөлінген 1 плюс 3 е-нің 0,1 т-ның
квадраты болып тұр пока. Енді т тең 10 болғандағы мәнісі п штрих 10. Т-ның орнына қойсам 8, 80 көбейтілген е-ның 10 қойсам 1 дәрежесі после 1 плюс 3 е-ның квадраты. Дәл мән тап дегеннен кейін балалар осылай тастап кете береміз болды. Калькулятормен ақшамды алмаймын, дәл мән деген маңызды түсінікті. Уақытты жіберіп алып жүрмеңдер просто калькулятор. Прималы гүлдердің саны ешқашан 270 бола алмайтынын түсіндіріңдер дейді. Енді мынау бар. Допустим, 270-ке теңестіріп көрейік. 270 тең 800 е-ның 0,1 т бөлінген 1 плюс 3 е-ның 0,1 т дәрежесі деп тұр. 0,60-тан 800-ді, сосын 27 қалды, мына жақ көбейтейін. 27 плюс 27-дегі 81 е-ның 0,1 т дәрежесі тең 80 е-ның 0,1 т дәрежесі. Енді мынаны бері қарай алып келетін болсақ, 81-ден 80-ді алып тастайын, просто е-ның 0,1 т дәрежесі тең, мына жаққа барсақ минус 27. Мына дұрыс болмайтынын көрсетіп көріп, біздің тең бола алмайтын. Мынаны көрсетіп тұрмыз, өйткені көрсеткіштік функцияның мынау әрқашан оңсын, ал мына жақ теріс, яғни қайшылық. Мынандай бола алмайды, менің кез келген дәрежесі теріс сан бола алмайды. Яғни бізден 270-ке теңестірдік, мынауымызда қайшы деген сөз. Осымен сабағымыз аяқталды.